Мінекей мен тағы да облыстық әкімдіктемін. Білмеймін, мен Ысқақовты қайтадан нетіп тұрмын, талап етіп тұрмын. Ысқақов Әбілқайыр 1,5 жыл мені қабылдамаған. Білмеймін, қазір қалай шыға ма ол, қабылдай ма. Маған өзіме күлкілі. Сол, мен мұнда енді кіреберісіне тұрмын. Қайда адамдар, мен енді айттым ғой кеше. Өзім сондай категория деп ойлап тұрмын. Адамдар және малдар. Не адамдар және екінші сорт адамдар. Бірінші сорт, екінші сорт. Бірінші сорт адамдар ғимаратқа кіруге болады. А екінші сорт адамдар, мінекей осы тар кіреберісте тұру керек. Оларды кіргізбейді. Және де адамдар, енді бірінші сорт, олар кірет телефонмен. Екінші сорт енді мүмкін ортадағы бір сорт. Олар телефонсыз кірет. Заң шығарып алған Ысқақов өзі Қазақстан Республикасында Әділет министрлігінде сондай заң жоқ, бекітілген. Ысқақовтың өзінің шығарып алған заңы бар. Мінекей мен үлкен адам, 63 жаста. Кеше мен күні бойы осы жерде тұрдым. Таңертең түс көшкен, түстен кеш кешкен. Сосын Айзада Құрманова мені кіргізді басқа есіктен. Рахмет, онысына адам құрлы санаған бір адам табылды. Мұнда мінекей қазір сол Айзада Құрмановаға да көнбеді, жібермеді мені. Ысқақовтың өзінің жеке бұйрығы болу керек. Бейсенбай тегін еш уақытта өткізбеу керек. Мінекей жекеленген ғимараты, оның мен солай есептеймін. Біздің халықтың, салық төлеушілердің ақшасына салынса да, мінекей осылай емденіп алды. Кімді жібергісі келеді, жібереді, жібергісі келмейтіндер жібермейді. Осындай бізде Ысқақов кетсін орнынан.